Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Айгүл 50 жасқа толғалы бері уақытты мүлде басқаша сезіне бастады. Бұрын жылдар қалай өтіп жатқанын байқамайтын. Ал қазір әр күн ұзақ, әр кеш тым-тыныш сияқты көрінетін. Үй іші де өзгеріп кеткен. Балалары бөлек кеткен, әр қайсысы өз тіршілігімен. Үйде бұрынғыдай күлкі, шу жоқ. Теледидар қосулы тұрса да жансыз сияқты. Ас үйдегі ыдыстардың сыңғыры ғана тіршіліктің белгісі секілді. Айгүл кейде терезенің алдында ұзақ тұратын әдет шығарды. Кешкісін аулаға қарап, адамдардың асығыс өмірін бақылайды. Біреу жұмыстан келеді, біреу баласын жетектеп жүр. Біреу телефонмен күліп сөйлесіп барады. Ал өзі солардың сыртында қалғандай. Осы өмірде бәріне үлгердім, бірақ өзіме үлгермедім-ау, деп іштей күрсінді ол бір күні. Сол күні бәрі әдеттегідей басталған. Таңертең жұмысқа барды. Әріптестермен қысқа-қысқа әңгіме, құжаттар, қағаздар, бәрі бір сарынды. Түстен кейін бастығы бір құжатты шұғыл апарып келуді тапсырды. Айгүл қаланың шет жағындағы емханаға баруға мәжбүр болды. Емхананың іші әдеттегідей. Ұзын кезек, шу, әркім өз проблемасымен жүрген адамдар. Ол құжаттарын өткізіп, бір шетке отырып күте бастады. Сол кезде қасында бір ер адам келіп отырды. «Кезек ұзақ па?» деді ол жай ғана. Айгүл басын изеді. «Әдеттегідей, тез бітпейді». Ер адам жымиып қойды. Даусы сабырлы, тым қатты емес. Киімі қарапайым, бірақ ұқыпты. Шашында аздап ақ бар, бірақ өзіне жарасып тұр. «Мұнда бірінші рет келіп отырмын. Осынша күтем деп ойламаппын», деді ол. Айгүл еріксіз күліп жіберді. «Бірінші рет болсаңыз, әлі үйренесіз». Осы бір қарапайым әңгіме қалай басталып кеткенін өзі де түсінбей қалды. 1-2 минутта бітетін сөз сияқты еді, бірақ жалғаса берді. «Сіз осы жақта жұмыс істейсіз бе?» деп сұрады ер адам. «Иә, жақын жерде. Ал сіз?» «Бұрын осы маңда тұрғанмын. Қазір анда-санда ғана келем». Айгүл оның жүзіне бір сәт мұқият қарап қалды. Бір жерден көргендей, бірақ нақты есіне түсіре алмады. «Кешіріңіз, сізді бір жерден көрген сияқтымын», деді ол күмәнданып. Ер адам бір сәт ойланып, күліп жіберді. «Мүмкін, осы аулада бұрын тұрған шығармын. Сіз қай подъездедіңіз?» Айгүл жүрегі біртүрлі дүрсілдеп кетті. «Үшінші. Онда рас шығар. Мен 5-ші подъезде тұрғанмын. Көп жыл бұрын». Бір сәтке уақыт кері айналғандай болды. Айгүлдің көз алдына жас кезіндегі аула, көшелер, кешкі әңгімелер елестеп кетті. «Сонда сіз серіксіз бе?» деді ол сенбей. Ер адам күлімсіреп басын изеді. «Иә, кешіріңіз, бірден танымай қалдым». Айгүлдің ішінен бір жыл нәрсе қозғалғандай болды. Көптен бері ұмыт қалған бір сезім. Бұл тек таныс адамды кездестірген қуаныш па, әлде басқа ма? Өзі де түсінбеді. «Қызық екен, қанша жыл өтті?» деді ол жай ғана. «Иә, өмір тез өтіп кетеді екен», деді Серік. Сол сәтте медбике оның атын шақырып қалды. Айгүл орнынан тұрып, құжаттарын алды. «Мен кіріп шырайын?» «Жарайды», деді Серік. Айгүл кабинетке кіріп кеткенімен ойы сыртта қалды. Неге екенін білмейді, бірақ жүрегі жеңіл толқып тұрды. Бұл сезімді ол соңғы рет қашан сезінді, есіне де түспейді. Бірнеше минуттан кейін қайта шықты. Серік орнында отыр екен. Оны күтіп қалғандай. «Біттіңіз бе?» деді ол. «Иә». Екеуі бірге сыртқа шықты. Кешкі салқын ауа бетке тиіп, біртүрлі сергітіп жіберді. Аулаға дейін бірге жүрді. Әңгіме тағы да жалғасты. Бірақ бұл жолы бұрынғыдан да еркін. «Қазір қайда тұрасыз?» деп сұрады Серік. Айгүл мекен-жайын айтты. «Жақын екен», деді ол ойланып. Бір сәт үнсіздік орнады. «Айгүл», деді Серік кенет тоқтап. «Егер қарсы болмасаңыз, кейде хабарласып тұрсам, қалай қарайсыз?» Айгүлдің жүрегі тағы да бір түрлі соғып кетті. Ол бірден жауап бермеді. Ішінде екі дауыс таласып жатқандай. «Қажет не? Бұл жаста. Ал неге болмасын?» Серік оның жауабын асықпай күтіп тұрды. Ақыр Айгүл сөмкесінен телефонын шығарып, нөмірін айтты. «Жарайды, хабарласыңыз». Серік сәл жымиып, нөмірді жазып алды. «Рахмет». Екеуі сол жерде қоштасты. Айгүл үйіне қарай бет алды. Бірақ бүгінгі кеш
әдеттегідей емес еді. Жүрегі тыныш емес. Ішінде бір үміт, бір қорқыныш, бір белгісіз сезім араласып біткен. Үйге кіргенде де, шай құйғанда да, теледидарды қосқанда да ойы бір жерде. Телефонға қарап қоя береді. Хабарласам екен. Сол түні Айгүл ұзақ ұйықтай алмады. Келесі күні Айгүл әдеттегіден ерте оянды. Ұйқысы қанбаған, бірақ ішінде бір ерекше күй бар. Бір нәрсе күткендей. Телефонды бірінші рет оянған сәтте-ақ тексерді. Хабарлама жоқ. Не күтіп отырмын өзі, деп өзіне ренжігендей болды. Жұмысқа барды. Бәрі бұрынғыдай. Құжаттар, адамдар, қысқа әңгімелер. Бірақ бүгін ол ештеңеге толық көңіл бөле алмады. Ойы әлсін-әлсін кеше кездескен адамға кетіп қала береді. Түске дейін шыдады. Сосын телефон тіретті. Белгісіз нөмір. Жүрегі бірден дүрсілдеп кетті. Хабарлама. Сәлеметсіз бе, Айгүл? Бұл Серік. Кеше кездескенімізге қуаныштымын. Айгүл бір сәт экранға қарап қатып қалды. Жай ғана сөздер, бірақ әсері тым бөлек еді. Жауап жазуға асықпады. Бірнеше минут өтті. Сосын қысқа ғана жазды. Сәлеметсіз бе? Сол күні олар көп сөйлескен жоқ. Серік ұзақ хаттар жазбады. Бірақ әр сөзі салмақ деді. Артық әңгіме жоқ, тек нақты, жылы сөздер. Кешке қарай тағы бір хабарлама келді. Қалайсыз? Күн қалай өтті? Айгүл жауап берер алдында ұзақ ойланды. Неге екенін білмейді, бірақ бұл сұрақ оған бұрын ешкім қоймағандай әсер етті. Жақсы өтті, сізде ше? Осылай басталған әңгіме сол кешке дейін созылды. Келесі күндері бұл әдетке айналды. Таңертең қысқа сәлем, түсте бір-екі сөз, кешке ұзақ әңгіме. Айгүл өзі байқамай өзгеріп бара жатты. Бұрын жұмыстан кейін шаршап үйге әрең жететін. Қазір кешті күтетін болды. Телефонға қарайды. Күтеді. Серік оның өміріне асықпай, бірақ сенімді кіріп келе жатты. Сіз бұрын қандай болғансыз? Деп сұрады бір күні ол. Айгүл ойланып қалды. Әдеттегідей, жұмыс, отбасы. Жоқ, мен соны емес. Армандарыңыз қандай еді? Бұл сұрақ оны тосылтып тастады. Ол соңғы рет арманы туралы қашан ойланды? Есіне түсіре алмады. Білмеймін, ұмытып кеткен сияқтымын, деп жазды ол ақыра. Серік бірден жауап бермеді. Біраздан кейін ғана жазды. Онда бірге еске түсіреміз. Осы сөзден кейін Айгүлдің жүрегі жылып кетті. Бір күні кешке Серік кенеттен кездесейік деп жазды. Айгүл телефонға ұзақ қарап отырды. Қайтадан? Деп жазды ол. Иә, жай ғана отырып сөйлесеміз. Қаласаңыз, адам көп жерде. Айгүлдің ішінде қайтадан сол таныс екі дауыс оянды. Бар ма? Не керек бұл саған? Бір рет кездесуден не өзгереді? Ол орнынан тұрып терезеге жақындады. Кешкі қала баяғыдай қозғалыста, ал өзі тағы да сол сыртта қалған адам сияқты. Бірақ бұл жолы таңдау бар еді. Бірнеше минуттан кейін ол қысқа ғана жауап жазды. Жарайды. Келесі күні олар шағын кафеде кездесті. Айгүл ертерек келіп отырды. Ішінде толқу бар. Қолдары сәл дірілдейді. Айнаға қайта-қайта қарап, өзін түзеп қояды. Бұл неке өзі? Деп іштей күліп те алды. Серік кешікпей келді. Оны көрген сәтте Айгүлдің жүрегі тағы да біртүрлі соқты. Кеше ғана көрген адам, бірақ бүгін басқаша әсер қалдырды. Сәлеметсіз бе? Деді ол. Сәлеметсіз бе? Екеуі отырды. Алғашқы минуттарда сәл ыңғайсыздық болды. Бірақ көп ұзамай әңгіме қайтадан өз ағынымен кетті. Бұл жолы олар тек өткенді емес, қазіргі сезімдерінде айта бастады. Жалғыздыққа үйренуге болады деп ойлайсыз ба? Деп сұрады Айгүл. Серік басын шайқады. Жоқ, адам тек көнеді, бірақ үйренбейді. Айгүл үнсіз қалды. Ал сіз? Деді Серік. Мен де тек көндім. Бір сәтке екеуінің көздері түйісті. Бұл жолы ұзақ. Айгүл алғаш рет өзіне біреудің осылай қарағанын сезді. Жай ғана әңгімелесуші емес, әйел ретінде. Жүрегі жылдам соға бастады. Кездесу аяқталуға жақындағанда, Серік сәл жақындай түсіп, Айгүл, сізбен сөйлесу маған ұнайды, деді жай ғана. Бұл сөздер қарапайым еді, бірақ әсері терең. Айгүл көзін төмен түсірді. Маған да. Сол сәтте ол өзінен өзі қорқып кетті. Бұл не басталып жатыр? Үйге қайтқанда бәрі бұрынғыдай емес еді. Бұл енді жай таныстық емес, жай әңгіме емес. Ішінде баяу, бірақ анық бір сезім оянып келе жатты. Ал ең қорқыныштысы, Айгүл оны тоқтатқысы келмеді. Сол кездесуден кейін бәрі тез өзгерді. Айгүл енді күндіз емес, кешті күтетін болды. Жұмыстан шаршап қайтса да,
Ішінде бір күш бар. Телефонды алып, Серіктің хабарын күтеді. Ал Серік, ол да бұрынғыдан жиі жаза бастады. Бірақ бір нәрсе өзгерді. Кейбір кештерде ол кенет жоғалып кететін. Жауап бермейді. Қоңырауға шықпайды. Басында Айгүл мән бермеді. Жұмысы бар шығар, деп өзін жұбатты. Бірақ бұл қайталана берді. Бір күні шыдамай сұрады. Кеше неге жауап бермедіңіз? Серік біраз уақыт үнсіз қалды. Сосын ғана жазды. Кейде қолым тимей қалады. Жауап қысқа, бұрынғыдай емес. Айгүл бірден сезді. Бірдеңе дұрыс емес. Келесі кездесуде ол бұл тақырыпты тағы қозғады. Олар бұл жолы қала шетіндегі тыныш саябақта кездесті. Адам аз, айнала тыныш. Серік, деді Айгүл тікелей. Сіз бірдеңені жатырып жүрсіз. Серік бірден жауап бермеді. Көзін басқа жаққа бұрып, терең дем алды. Айгүл, деді ол баяу. Мен саған бір нәрсе айтуым керек. Айгүлдің жүрегі бірден суып кеткендей болды. Айтыңыз. Бірнеше секунд үнсіздік. Мен толық жалғыз емеспін. Бұл сөздер ауада ілініп қалғандай болды. Айгүл түсінбей қарады. Қалай? Серік көзін төмен түсірді. Әйелім бар. Бірақ біз бірге тұрмаймыз. Қарым-қатынасымыз тек қағаз жүзінде ғана. Айгүл бір сәтке ештеңе естімегендей болды. Яғни, сіз үйленгенсіз бе? Иә. Жауап қысқа, суық. Айгүл орнынан тұрып кеткісі келді. Қазір, дәл осы сәтте. Бірақ аяғы қозғалмады. Ішінде бір ауыр сезім жиналып қалды. Неге бірден айтпадыңыз? Деді ол әрең. Айтқым келді, бірақ қорықтым. Сені жоғалтып алам ба деп. Бұл сөз Айгүлге одан сайын ауыр тиді. Ал қазір жоғалтпаймын деп ойлайсыз ба? Серік үндемеді. Айгүл үнсіз отырып қалды. Басында ашу, реніш, өкпе, бәрі араласып кетті. Міне болды, осы жерде тоқтау керек. Ішіндегі ақыл дәл осылай айтып тұрды. Бірақ жүрегі басқаша сөйледі. Ол осы бірнеше күнде қайта тірілгендей болған еді. Ұмытылған сезімдер қайта оралған. Біреу оны тыңдайды, түсінеді, күтеді. Сол сезімді енді қайта жоғалту қиын еді. Сонда, деді ол баяу, біз не істейміз? Серік бірден жауап берді. Мен сені жоғалтқым келмейді. Бірақ сіздің отбасыңыз бар. Ол тек аты ғана. Айгүл басын шайқады. Жоқ, ондай болмайды. Бұл дұрыс емес. Бірақ оның даусы сенімсіз шықты. Серік сәл жақындай түсті. Айгүл, біз ешкімге зиян тигізбей-ақ, жай ғана кездесіп жүре аламыз. Осы сөз бәрін өзгертті. Жай ғана кездесіп жүре аламыз. Бұл сөйлем Айгүлдің ішінде ұзақ жаңғырып тұрды. Бұл дұрыс емес екенін ол жақсы түсінді. Бірақ дәл қазір одан бас тартуға күші жетпеді. Ұзақ үнсіздіктен кейін ол жай ғана. Мен ойлануым керек, деді. Жарайды, деді Серік. Бірақ бір нәрсені біл. Мен сені шын жақсы көрем. Айгүл оның көзіне қарады. Бұл сөз шын сияқты естілді. Сол үшін одан сайын қауіпті еді. Үйге қайтқанда Айгүлдің ойы аласабыран болды. Тоқта, жалғастыр. Бұл қате, бірақ сен бақыттысың. Сол түні ол ұйықтай алмады. Телефонға қайта-қайта қарады. Серік жазбады. Бірақ таңға жуық бір хабарлама келді. Сені ойлап жатырмын. Айгүл ұзақ қарап отырды. Сосын бәрін түсіне тұра қысқа ғана жауап жазды. Мен де. Сол сәттен бастап олардың қарым-қатынасы өзгерді. Бұл енді жай сезім емес еді. Бұл құпия еді. Ал әр құпияның өз бағасы болады. Осы күннен кейін Айгүлдің өмірі екіге бөлініп кеткендей болды. Бір өмір бәріне көрінетін. Жұмыс, балалармен телефон арқылы сөйлесу, көршілермен амандасу, тыныш кештер. Ал екінші өмір ешкім білмейтін. Серікпен кездесулер, қысқа, жасырын, бірақ тым шынайы. Басында олар сирек кездесетін. Аптасына бір рет, кейде одан да аз. Бірақ уақыт өткен сайын бұл жеткіліксіз бола бастады. Сені көрмесем, бірдеңе жетпей тұрғандай болады, деді бір күні Серік. Айгүл үндемеді, бірақ өзі де дәл солай сезетін. Көп ұзамай олардың кездесулері жиілей түсті. Бұл жолы олар адамдар аз жүретін шағын пәтерде кездесті. Серік жалғалғанын айтты. Айгүл алғаш кіргенде жүрегі қатты соғып тұрды. Біз бұлай істемеуіміз керек, деді ол есіктің алдында тұрып. Серік жақындап келді. Қазір шыққың келсе шығамыз. Айгүл оған қарады. Бір қадам ғана қалды, бәрін тоқтатуға. Бірақ ол есіктен кіріп кетті. Сол күннен кейін бәрі одан сайын тереңдеп кетті.
Айгүл бұрын өзіне таныс емес күйді сезінді. Ол қайтадан жас сияқты, тірі сияқты. Айнаға жиі қарайтын болды. Киіміне мән бере бастады. Күлімсіреуі көбейді. Бірақ сонымен бірге қорқыныш та өсе берді. Әр қоңыраудан селк ететін болды. Көшеде таныс адам көрсе, жүрегі тоқтап қала жаздайды. Бізді біреу көріп қойса ше, деді бір күні. Көрмейді, деді Серік сенімді түрде. Сенімдісіз бе? Иә, біз абай боламыз. Бірақ өмір әрқашан жоспармен жүрмейді. Бір күні кешке олар әдеттегідей кездесіп, кейін бөлек шықты. Айгүл ауласына кіргенде подъезд алдында көршісі Зәуре апай тұр екен. Ол Айгүлді жоғарыдан төмен қарап шықты. Кешігіп жүрсің ғой соңғы кезде, деді жай ғана. Айгүл бірден не айтарын білмей қалды. Жұмыс көбейіп кетті. Зәуре апай басын изеді, бірақ көзі күмәнмен қарады. Иә, жұмыс. Сол көзқарас Айгүлге ұнамады. Келесі күні тағы бір жағдай болды. Жұмыста әріптесі кенет. Айгүл апай, сізді кеше бір ер адаммен көргендей болдым. Сіз бе едіңіз? Деп қалды. Айгүлдің жүрегі бірден тоқтап қалғандай болды. Қайда? Қаланың шетінде. Мүмкін қателескен шығарын. Айгүл күліп жіберген болды. Иә, қателескен шығарсыз. Бірақ ішінде бәрі шайқалып кетті. Сол кеште ол Серікке жазды. Бізді байқап жатқан сияқты. Жауап бірден келді. Кім? Білмеймін, бірақ қорқып жүрмін. Бірнеше секунд үнсіздік. Сосын Серік қоңырау шалды. Айгүл, тыңда, біз бұлай қорқып жүре алмаймыз. Онда не істейміз? Абай боламыз. Басқа жерлерде кездесеміз, уақытты өзгертеміз. Айгүл үнсіз қалды. Немесе, деді Серік баяу, тоқтатамыз ба? Бұл сөз жүрегіне тікелей тиді. Айгүл көзін жұмды. Бір сәтте бәрі көз алдына келді. Жалғыз кештер, бос үй, үнсіз телефон. Жоқ, ол қайтадан соған оралғысы келмеді. Жоқ, деді ол ақан. Тоқтатпаймыз. Серік демін жеңін шығарды. Мен де солай ойладым. Бірақ сол сәттен бастап бәрі өзгере бастады. Бұл енді жай махаббат емес еді. Бұл тәуекел еді. Әр кездесу қауіп, әр хабарлама із. Ал ең қорқыныштысы, Айгүл енді бұл өмірге үйреніп бара жатты. Және одан бас тарту күн сайын қиындай түсті. Айгүл соңғы күндері өз өмірін өзі танымай қалды. Бұрын ол тыныш, реттелген, бәрі түсінікті өмір сүретін. Ал қазір әр күн белгісіздік, әр қадам қорқыныш. Бірақ соған қарамастан ол тоқтай алмады. Сол күні бәрі әдеттегідей басталған. Кешке қарай Серікпен кездесуі керек еді. Ол алдын ала дайындалып, жұмыстан сәл ертерек шықты. Көңілі толқып тұрса да, бір түрлі алаңдаулы. Ішінде бір жаман сезім бар. Бүгін бірдеңе болады. Бірақ не екенін түсінбеді. Олар бұрынғы пәтерде кездесті. Басында бәрі қалыпты болды. Әңгіме, күлкі, жылы сөздер. Бірақ Айгүлдің көңілі бір түрлі тыныш емес еді. Бірдеңе дұрыс емес сияқты, деді ол кенет. Серік күліп жіберді. Сен соңғы кезде көп уайымдайсың. Жоқ, шынымен. Сол сәтте Серіктің телефоны шырылдап кетті. Ол экранға қаратта бірден үнсіз қалды. Кім? Деп сұрады Айгүл. Ешкім, деді ол тез. Бірақ телефоны қайтадан шырылдады. Тағы. Бұл жолы Айгүл экранға көзінің қиырымен қарап үлгерді. Экранда бір ғана сөз тұрды. Әйелім. Бөлмеші бір сәтте суып кеткендей болды. Айгүлдің жүрегі ішіне түсіп кеткендей. Көтер, деді ол жай ғана. Қазір емес. Көтер. Дауысы қатты шықты. Серік амалсыз телефонды алды. Иә. Ар жақтан әйелдің дауысы қатты, ашулы естіліп тұрды. Нақты сөздер анық болмаса да, тон бәрін айтып тұр. Қайдасың?